Қазақстан чемпионатының екінші күнгі нәтижесі. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Кеше Қазақстан чемпионатының екінші күні өз мәресіне жетті. Назарларыңызға жалпы жекпе-жектің нәтижелерін айтып өтейін. Алдымен 48 келі салмақ дәрежесіндегі боксшылар шаршалаңға көтерілді. Бұл салмақта 8 жұп өнер көрсетті. Яғни жеңіске жеткен боксшылар Қазақстан чемпионатының ширек финалына жолдама алды. Қазақстанның бірнеше дүркін жеңімпазы, әлем чемпионы Теміртас Жүсіпов, Алматы қаласының боксшысы Рузибай Рамазаннан басым түсіп ширек финалға шықты. Одан кейін шаршалаңға көтерілген Шығыс Қазақстан облысының боксшысы Айтан Темірлан шымкенттік боксшыдан басым болды. Одан кейін шаршалаңға көтерілген Алматы қаласының боксшысы Найман Ақын Нұрым есімді боксшы Қарағанды облысының боксшысын басымдылықпен жеңді. Ал Турабеков Нұрғиса шымкенттік боксшыдан басым түсті. Одан кейін Қарап Ернар солтүстік Қазақстан облысының боксшысын жеңіп, ол да чемпионаттың 1/4 финалына өтті. Алматы облысының боксшысы Асқар Бекбол да астаналық боксшыдан үздік болып шықты. Жамбыл облысының боксшысы Оңғаров Нұрзат та Қазақстан чемпионатының ширек финалында өнер көрсетуге лайықты екенін дәлелдеді. Одан кейін ұлттық құрама мүшесі Астана қаласының боксшысы Жүсіпов Асхат өзінің жерлесі, яғни астаналық Мақсұтов Ринаттан басым түсті. Одан кейін 51 келі салмақ дәрежесінде бір жұп өнер көрсетті. Атыраулық Хеникин Алмас Жамбыл облысының боксшысы Молдаш Сұлтаннан басым түсті. Хеникин Алмас жастар арасында Қазақстан чемпионы, 2006 жылы туылған, жас буыннан ауысқан өрендеріміздің бірі. Ол келесі айналымда ұлттық құрама мүшесі Батыс Қазақстандық Даниал Сабитке қарсы өнер көрсететін болады. Одан кейін 75 келі салмақ дәрежесінде Түркістан облысының боксшысы Дәуетай Рамазан мен Жетісулық Шайкенов Еркебұлан шаршалаңға көтерілген болатын. Бұл жекпе-жектің үздігі болып Шайкенов шықты. Ал 80 келі салмақ дәрежесінде 7 жұп өнер көрсетті. Алғашқы болып шаршалаңға көтерілген Алматы қаласының боксшысы Илья Раширов, Алматы облысының боксшысы Бейсенбаев Нұрсұлтанды айқын басымдылықпен жеңді. Жастар арасында 86 келі салмақ дәрежесінде Азия чемпионатының жеңімпазы Литвинов Виктор астаналық Бетаев Исламнан басым түсіп келесі кезеңге өтті. Жастар арасында әлем чемпионатының күміс жүлдегері Төлемесов Дәулет Алматы облысының боксшысы Данияр Темірланды жеңді. Ал павлодарлық Такижанов Аятулла Қостанай облысының боксшысы Окара Джозефті үйіне қайтарды. Одан кейін қостанайлық Михаил Каханчик Жамбыл облысының боксшысы Қазанғапов Аманнан үздік болып шықты. Ал қызылордалық Бектас Азамат жастар буынынан ауысқан Нұрпейіс Иманғалиді жеңді. Маңғыстаулық Әбдіхан Ақжол Ақтөбелік бұрынғы Қазақстан чемпионатының 2 дүркін күміс жүлдегері Қартбаев Жәнібектен мықты екенін дәлелдеп ширек финалға өтті. Одан кейін 92 келі салмақ дәрежесінде бір жұп өнер көрсетті. Ұлттық құрама мүшесі Құттыбеков Абзал Жамбыл облысының боксшысы Сайдахраров Икромжаннан күтпеген жерден жеңіліп қалды. Одан кейін 86 келі салмақ дәрежесінде 2 жұп өнер көрсетті. Алдымен шаршалаңға көтерілген Атыраулық Жұмашев Нұрлан Ақмола облысының боксшысын жеңсе, Астана қаласының боксшысы Битаев Ибрагим Ақтөбелік қарсыласы шаршалаңға шықпауына байланысты келесі кезеңге өтті. Одан кейін аса ауыр салмақ дәрежесіндегі 6 жұптың боксшысы шаршалаңға көтерілді. Алдымен Түркістан облысының боксшысы Сапарбай Нұрлан қостанайлық боксшыны жеңді. Одан кейін Шымкент қаласының боксшысы Асылхан Нұрасыл да тағы бір қостанайлықтан басым түсті. Жақында ғана жастар арасында әлем чемпионатында жүлде салған қызылордалық Елдібайұлы Аслан Жамбыл облысының боксшысынан басым түсіп, чемпионаттың ширек финалына өтті. Павлодарлық Букаев Олжас та Ақмола облысының боксшысынан мықтырақ болып көрінді. Нұрлан Сапарбайдың бауыры түркістандық Сапарбай Даниял да Алматы қаласының жастар арасында әлем кубогының иегері Сапар Ерсұлтанды жеңіп, ширек финалға жол тартты. Ал ең соңғы болып бүгін шаршалаңға көтерілген Маңғыстау облысының боксшысы Дәуренұлы Айболды Алматы қаласының боксшысы Саитов Рамазанды жеңіп, ол да Қазақстан чемпионатының ширек финалына өтті. Жалпы бүгінгі жекпе-жектерге тоқталатын болсам, кейбір боксшылар өз бабында емес екені байқалып тұрды. Төрешілер тарапына ешқандай сұрақ жоқ. Әр жекпе-жектің нәтижесін Қазақ боксинг Instagram парақшасына дәл уақытында жариялап отырмыз. Айтайын дегенім, чемпионаттың әр күнінде ерлер боксына аса көңіл аударып жатырмын. Себебі бұл чемпионат барысында әйелдердің де сайысқа түсіп жатқанын баршамыз білеміз. Әйелдер боксына қатысты жартылай финалдан бастап шолу жасайтын боламын. Ертең шаршалаңға шығатын боксшылардың барлығында ширек финалға берілер жолдамалар сарапқа салынатын болады. 54, 57, 60, 63,5, 71, 75, 86 келі салмақ дәрежесіндегі боксшылар өз жекпе-жектерін өткізетін болады. Бүгін чемпионаттың 3-ші күні барлық салмақта 1/8 финалдық кездесулер өтеді. Ертеңнен бастап ширек финалдық жекпе-жектер өз бастауын алады деген сөз. Боксшыларымызға сәттілік тілейміз. Еш жарақатсыз жақсы өнер көрсетулеріне тілектеспіз. Қазақ боксшысысын.